Доған Чағладан әкесінің қылмысын жасырып, оны хан Жоғулылар әулетінің заңгерлік қызметінен босатады. Чағлада әкесінің өліміне хан Жоғулылардың қатысы барын сезсе де, қолында нақты дәлел болмағандықтан бұл туралы әзірге ешкімге айтпайды. Йылмаз Доғаннан құпия Қобдиша туралы сұрайды. Доған оның ұрланғанын және артында Бихрам емес, әлдеқайда қауіпті мафиялардың тұрғанын айтады. Йылмаз оған анасын Тахир жылдар бойы жасырып келгенін мойындайды. Ал Доған Тахирдің жасаған күнәларының зардабын бәрі тартып жатқанын айтып, алдымен Синанды тауып, Мелекті құтқаруды айтады. Сейфа Нұргүлмен жасырын кездесіп, сезімі бар екенін мойындайды. Алайда Нұргүл оған Гүлшанды әпкесіндей көретінін айтып, өзіне жақындамауын өтінеді. Синан мен Алтын қала шетіндегі үйде жасырынып, елден қашуға дайындалады. Синан түнде Грекияға яхтамен кетуді жоспарлағанын айтса, Алтын қызын тастап кеткісі келмейтінін білдіреді. Синан әйеліне түрмеге түссе бәрі бітетінін, қашудан басқа амалы жоқ екенін түсіндіреді. Доған ес-түссіз жатқан Тахирге Берданның тірі екенін айтып, енді өткеннің шындығын жасырмайтынын айтады. Ол әкесінен Синанның оған шабуыл жасамағанын айтуды өтінеді. Осы сәтте өткенге шегініс болып, бала кезінде Доған мен Синан әкесінен қорқып, ат қораға жасырынып, оны өздерінің жасырын мекені етеміз деп уәделескені көрсетіледі. Осылайша Доған Синанның жасырынған жеріне асығады. Бихрам Йылмазға бәрі іздеп жүрген жұмбақ Қобдишаның орнына Синанды тауып беруді ұсынады. Чағла Генджодан Синанды табуға көмектесуін сұрайды. Ол Бихрамның бір нәрсені жасырып жүргеніне күмәнданатынын айтады. Генджо болса Бихрамға сенуге шақырып, асығыс әрекет етпеуді өтінеді. Чағла әкесінің өлімі үшін Синанның жауап беруі керектігін айтса, Генджо оны сабырға шақырып, қателік жібермеуге көндіреді. Доған Синанды іздеп қала шетіндегі үйге келеді. Алайда күзетшілер Синанның бұйрығымен оны ішке кіргізбейді. Екі ағайынды қарулы қақтығыс алдында тұрғанда Алтын араласып берілмеуді айтады. Бірақ Синан інісіне сеніп күзетшілерге қаруды түсіруді бұйырады. Синан Доғанға әкесін өлтіргісі келгенін, бірақ соңғы сәтте батылы жетпей, әкесі секілді қатыгез адамға айналудан қорыққанын мойындайды. Доған бауырына сеніп қорғауға уәде береді. Доған оқиғаның мән-жайын анықтап, той күні Синан әнші әйелмен сөйлескенін мойындайды. Екеуі куәгерге барған кезде Шимшектің адамдары оларға шабуыл жасайды. Доған олармен төбелесіп, куәгерін алып бұл жерден кетуін айтады. Синан куәгерді Йылмазға тапсырады. Кейін Бихрам Йылмаз арқылы Синанның қайда екенін біліп, оны алып кетеді. Доған Синанды Бихрамның адамдары алып кеткенін естіп соңынан қуады. Түрмедегі тінту кезінде Мелектің төсегінен телефон табылады. Күзетші Мелекті тәртіп бұзды деп айыптап, суық камераға қамап қояды. Кейін күзетші әйел Шемшектің адамына хабарласып жоспарын орындағанын айтады. Шемшектің адамы келесі қадамды жасауды ұсынады. Махинур сіңілісінің хан Жоғулыларда жұмыс істейтінін Дидемнен біліп, өткенді есіне алады. Ол кезінде сәбиінің тірі екенін біліп, оны іздеп хан Жоғулылардың үйіне барған еді. Бірақ Тахир оны аяусыз ұрып соғып, Чағланы өлтіремін деп қорқытып, үнсіз қалуға мәжбүрлейді. Осылайша Махинурдың неге сөйлемей жүрген сыры белгілі болады. Кейін ол жасырын түрде хан Жоғулылардың үйіне кіріп, Тахирдің тыныс алу аппаратын ажыратады. Генджо әкесінің өліміне Бихрамнан күдіктеніп, Чағланың жағына шығады. Ол Синанның көзін байлап, басына қару кезеп Чағланың алдына келеді. Генджо одан Юсуфты не үшін өлтіргенін сұрайды. Синан ақталып Юсуфты өлтірмегенін, бәріне Бихрамның қатысы барын айтып, тек Махинурды сүйгенін мойындайды. Осы сәтте Бихрам бәрін сырттай бақылап, қаруын оларға бағыттайды. Түрмеде Мелекке әкеңнің өліміне сен кінәлісің деген хатпен дәрі беріледі. Намыстанған Мелек дәріні ішіп, жағдайы күрт нашарлайды. Дәрігер Доғанға хабарласып, Мелекті ауруханаға жеткізетінін айтады. Синанды іздеп қоймаға келген Доған оқтың атылған дауысын естиді.